Бүгінгі сабағымызда тригонометрияның негізгі формулаларын пайдаланып, өрнектерді ықшамдауға біраз есептер шығарамыз. Тақтада косинус пи бөлінген 9, косинус 2 пи бөлінген 9, косинус 4 пи бөлінген 9 көбейтіндісінің мәнін есептеңдер деген тапсырма берілген. Енді назар аударып қарасақ, аргумент 2 еселеніп отыр. Яғни біздің қос аргументіміздің формуласына келеді. Ендеше косинус пи бөлінген 9-ды синустың қос аргументіне келтіру үшін біз оны синус пи бөлінген 9-ға көбейтіп бөліп жіберуіміз керек. Және 2-ге. Сонда мына жерде біз мынандай өрнекті жазсақ болады. 2 синус пи бөлінген 9 көбейтілген косинус пи бөлінген 9. Косинус 2 пи бөлінген 9-ның өзін жазамыз. Косинус 4 пи бөлінген 9-ның өзін жазамыз, ал бөліміне жаңағы өзіміз көбейткен өрнекті жазамыз. Бұл әдісті біз бұрыннан білеміз, яғни көбейтіп бөліп жіберу әдісі. Сонда 2 синус пи бөлінген 9 көбейтілген косинус пи бөлінген 9 өрнегі, мына өрнек бізге синус 2 пи бөлінген 9-ды береді. Осы өрнектің өзі синус 2 пи бөлінген 9. Сонда 2 синус альфа, косинус альфа. Бізге синус 2 альфаны беріп тұр. 2 пи бөлінген 9 альфа. Ары қарай қалған өрнектердің өздерін жазып қоямыз. Бөлшектің бөлімінде 2 синус пи бөлінген 9-ның өзі. Енді синус 2 пи бөлінген 9 бен косинус 2 пи бөлінген 9-ның көбейтіндісі, егер алдына 2-ні көбейтіп жазатын болсақ, тағы да синустың қос аргументін береді. Олай болса, мен мына жерге 2-ні, ал мынада бөліміне де 2-ні көбейтіп бөліп жіберем. Ал мына бөліміне 2-ні көбейтіп жібердік. Сонда біздегі мына өрнек синус 2 альфаның формуласын береді. Яғни бізде альфаның орнында 2 пи бөлінген 9 тұрғандықтан, біз бұны былай деп жазсақ болады. Синус 2 пи бөлінген 9-ды 2 еселесек 4 пи бөлінген 9 болады. Синус 2 альфаның формуласы, ары қарай косинустың өзін жазып қоямыз. Косинус 4 пи бөлінген 9. Енді бағанағы 2-ні 2-ге көбейтсек 4 синус пи бөлінген 9-ды өзі қалады. Енді бұл жерде тағы да синус 4 пи бөлінген 9 бен косинус 4 пи бөлінген 9-ның көбейтіндісі бізге синус 2 альфаны береді, егер оның алдына 2-ні көбейтіп жазатын болсақ. Егер алымына 2-ні көбейтсек, бөліміне де 2-ні көбейтуіміз керек. Сонда бұл өрнегіміз тағы да синус 2 альфаның формуласын беріп тұр, яғни синус 8 пи бөлінген 9 болады. Ал 2-ні 4-ге көбейтсек 8, бөлімінде синус пи бөлінген 9. Енді 8 пи бөлінген 9-ды біз келтіру формуласы бойынша жазып алайық. Ол пи минус пи бөлінген 9-ды береді. Ортақ бөлімге келтірсек, 9 пи минус пи 8 пиді береді. Сосын 8 көбейтілген синус пи бөлінген 9. Енді келтіру формуласы бойынша пи минус пи бөлінген 9. Бұл екінші ширектің бұрышы. Екінші ширекте синустың таңбасы өзгермейді. Пи арқылы өрнектеліп тұрғандықтан синус өзінің атын жазып қояды, сақтайды. Пи бөлінген 9 дейміз. Бөлшектің бөлімінде 8 көбейтілген синус пи бөлінген 9. Бөлшектің алымында да бөлімінде де бірдей көбейткіш тұр. Олай болса, оларды қысқартсақ, өрнектің мәні 8-ден 1-ге тең болады екен. Тағы бір мысал қарастырайық. 2 косинус 40 градус минус косинус 20 градус бөлінген синус 20 градус өрнегінің мәнін есептеңдер дейді. Бұл өрнектің мәнін есептеу үшін біз косинус 40, 2 еселенген косинус 40-ты 2 өрнектің қосындысы түрінде ажыратып жазамыз. Сонда мынандай өрнек пайда болады. Косинус 40 градус плюс косинус 40 градус минус косинус 20 градус. А бөлшектің бөліміндегі синус 20 градустың өзін жазамыз. Енді соңғы 2 өрнекті бірге косинус 40 градус пен косинус 20 градусты косинус альфа минус косинус бета формуласы бойынша көбейткіштерге жіктеп алайық. Сонда косинус 40
градус. Косинус альфа минус косинус бета формуласында минус 2 еселенген синус альфа минус бета, немесе альфа плюс бета дейік. 40 градус плюс 20 градус бөлінген 2 синус 40 градус минус 20 градус бөлінген 2 бөлімінде синус 20-ның өзі қалады. Енді осы жерден ары қарай есептеп аламыз өрнектің мәнін. Косинус 40 градус минус 2 көбейтілген. 40-қа 20-ны қоссақ 60, 60-ты 2-ге бөлсек 30. Яғни синус 30 градус болады. Көбейту синус. Енді мына жерде 40-тан 20-ны азайтсақ 20, 20-ны 2-ге бөлсек 10 градус. А бөлшектің бөлімін солай жазамыз. Ендігі жазудан нені байқаймыз? Синус 30 градустың мәні 2-ден 1 екенін білеміз. Ендеше 2 көбейтілген 2-ден 1-дің мәні 1-ге тең болады. Сонда біздің өрнегімізді былай жазсақ болады. Косинус 40 градус минус синус 10 градус. Ал бөлімінде синус 20 градустың өзі. Сонымен енді косинус альфа минус синус беттаны көбейткіштерге жіктеу формуласы жоқ. Сондықтан екеуінде не синусқа келтіреміз, не косинусқа келтіреміз. Бөлшектің бөлімінде синус тұрғандықтан біз косинус 40 градусты синусқа келтіріп алайық. Оны мына формула бойынша келтіреміз. Естерінде болса, альфа қосылған бетта 90 болса, онда синус альфа тең болады косинус бетта. Яғни косинус 40 градусым синус 50 градусқа тең болады. Минус синус 10 градустың өзін жазамыз. Ал бөлшектің бөлімінде синус 20 градус қалады. Енді синустардың айырымын көбейткіштерге жіктеу формуласына салсақ, 2 синус арасында минус болғандықтан 50 градус минус 10 градус бөлу 2 болады. Көбейту косинус 50 градус плюс 10 градус бөлінген 2 болады. Бөлімінде синус 20 градустың өзі. Енді есептеп аламыз. 2-ның өзін жазып қояйық. Синустың өзін жазып қояйық. Енді қараймыз. 50-ден 10-ды азайтсақ 40. 40-ты 2-ге бөлсек 20 градус болады. Косинус 50 градусқа 10 градусты қоссақ 60, 60-ты 2-ге бөлсек 30. Косинус 30 градус бөлімінде синус 20 болады. Сонымен бөлшектің алымында және бөлімінде тұрған бірдей көбейткіштеріміз қысқарады. Сонда 2 көбейтілген косинус 30 болады. 2 көбейтілген косинус 30 болады. Ал косинус 30-дың мәнінің 2-ден түбірасында 3-ке тең екенін білеміз. 2 мен 2-ні қысқартып жіберсек, өрнектің мәні түбірасында 3-ке тең болады.